1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Мереке демалыс күні болып табылмайды. Алайда, елімізде әртүрлі іс-шаралар мен көпшілік серуендер өткізіледі. Сонымен қатар, еліміздің барлық интернеттік ұйымдарында, балалар үйінде қайырымдылық акциялары ұйымдастырылады. Тарихи деректерге сәйкес, бұл мерекені алғаш рет 1925 жылы ақш-тағы қытайлық консул ұйымдастырды. Ол жетім Қытай балаларын мерекеге шақырған еді. Олар айдаһар қойылымын тамашалап, сыйлықтар алып, бақытқа бөленді. Осындай мерекелер жыл сайын атап өткізіле бастады. Бұл оқиға ма, әлде басқасы ма, тарихтан дерек жоқ. Алайда бұл 1 маусым халықаралық балалар күні деп жариялау жолында алғашқы қадам болды. Мереке туралы 1925 жылы Женевада балалардың әл-ауқаты мәселелері жөніндегі дүниежүзілік конференцияда қайта айтылды. Біріккен ұлттар ұйымы бұл бастаманы қолдап, балалардың құқықтарын, өмірі мен денсаулығын қорғауды өз қызметінің басым бағыттарының бірі деп жариялады. Осы мерекеге орай зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Республикалық кітапхана Республикалық мемлекеттік мекемесінде балалық шақ мерекесі атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге келесідей әдебиеттер қойылды: Әлімбаев Муфазар, Балдәурен, Балалық, Әбдірайым Толымбек, Алабұға аулаған күн, Арғымақтар арына, әлем халықтарының ертегілері, Ақпанбетұлы Әлсиет, Үш мақтаншақ, Шыңғыс Айтматов, Ақкеме, Бетпе-бет, Алғашқы ұстаз әңгімелер, Ағыбаев Құдиярбек, Айналайын, Жаманбалинов Мубарак, Алмағашы, Арыстан патша, Ақшақар, Алдаркөсе мен Қожанасыр хикаялары, Ералы Есенәлі, Көкесек тау көтереме, Әлімжанов Баянғали, Шыршадағы шытырман, Аладдина Татьяна, бұл сыртты әлеміндегі сиқырлы бастан кешулер, Ганс Христиан Андерсен, ертегілер, қазақ ертегілері, батырлар туралы ертегілер, Қазақстан елімен сиқырлы саяхат. Халықаралық балаларды қорғау күні әртүрлі іс-шаралар өткізумен атап өтіледі. Оның мақсаты бүкіл әлем балаларының жағдайына назар аудару болып табылады. Сонымен қатар, бұл тек көңілді мереке ғана емес, барлық балалардың бақытты өсуі, оқуы, сүйікті ісімен айналысуы және болашақта өз елінің тамаша азаматтары болу жолында баланың құқығын қорғау қажеттілігі туралы қоғамға еске салу.